Мұздай су, қара түнек және теңіз астында 3 тәулік бойы жату. Қалай ойлайсыз, аман қалар ма едіңіз? Бұндай сұмдықты ешкімге тілемеспін. Сәлем достар, сіздермен Нұрдос Нью. Бүгін сіздермен судың астында болған таңғажайып оқиғамен бөлісетін боламын. Ал бастайық достар. 2013 жыл Атлант мұхиты, Нигерия жағалауынан алыс емес жерде Жаскан 4 атты кішкентай буксир кеме жұмыс істеп жүрген. Түн ортасы болатын, теңіз тыныш көрінгенімен су астындағы алып толқын кенет кемені аударып жүреді. Бірнеше секундтың ішінде кеме төңкеріліп түбіне бата бастайды. Экипаж мүшелері не болғанын түсінбей қалды. Сол кезде кеме аспазы Харрисон дәретханада болған. Жарық сөніп кетеді. Айнала қара түнек, мұздай су кемеге лап қойып кіреді. Адамдардың айқайы естіле бастайды. Кеме 30 метр тереңдікке батып кеткенде көпшілік бірден қаза табады. Бірақ Харрисон ғажайыппен тірі қалады. Қалай достар? Ол кеме ішіндегі кішкентай ауа қалтасына тап болады. Кеменің бір бөлігіне ауа жиналып қалған еді. Сол жерде жалғыз қалады. Толық қараңғылық, су мұздай, айналасында өлі адамдар. Харрисон кейін мен қолыммен ұстап көргенде адамдардың денелерін сезетімін, бірақ ештеңе көрмейтінмін. Ойбай достар, не деген қорқынышты десеңіздерші. Оның жанында тамақ жоқ, тек аздап кока-кола мен бірнеше печенье ғана болған. Бірінші күні ол құтқарушылар келеді деп күтеді. Екінші күні үміті азая бастайды. Үшінші күні ол дұға оқиды, өзін өлім деп ойлай бастайды. Кеменің іші біртіндеп суға толып жатты. Ауа азая берді. Ол кез келген сәтте тұншығып өлетінін түсінді. Ал ең қорқыныштысы айналадағы үнсіздік еді. Тек темірдің сықыры мен судың дыбысы. 80 сағат өткен соң, яғни 3 тәуліктен аса, кенет алыстан біртүрлі дыбыстар естіле бастайды. Металл ұрғандай. Харрисон алғашында елес деп ойлайды, бірақ дыбыс жақындай береді. Бұл құтқарушы сүңгуірлер еді. Олар кеменің ішіндегі мәйіттерді іздеп жүрген. Ешкім тірі адам бар деп ойламаған. Сүңгуірлердің бірі қараңғы дәлізбен жүзіп келе жатады. Кенет алдынан бір қол шығады. Тірі адамның қолы. Сүңгуір қорқып кетеді, кейін шошып айғайлаған. Себебі олар 3 күн бұрын батқан кемеден тірі адам табамыз деп мүлде күтпеген. Сол сәттің видеосы кейін интернетке тарап, миллиондаған адам таң қалдырады. Харрисонды бірден арнайы декомпрессиялық камераға жеткізеді. Егер оны бірден су бетіне шығарса, дене қысым өзгерісіне жарылып кетуі мүмкін еді. Дәрігерлер оның тірі қалғанын ғылыми тұрғыдан өте сирек жағдай деп атады. Кейінірек Харрисон, мен қараңғылықта жалғыз қалғанда өмірдің қаншалықты қымбат екенін түсіндім, деді. Бұл оқиға әлі күнге дейін әлемдегі ең ғажайып аман қалу тарихтарының бірі болып саналады. Достар, қалай ойлайсыздар? Бұл сәттілік пе, әлде адам баласының шынымен де мықты екенін білдіре ме? Төменге жаза кетіңіздер. Ал менің айтарым, лүпілді мыжып, комментарийді сызып, достарыңызбен бөлісіп, және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде бұдан да қызықты оқиғаларды айтатын боламын. Келесі кездескенше.